Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Қазіргі біздің қозғайтын тақырыбымыз Шыңғысхан қият емес деген әңгіменің төңірегінде болады. Менің аты жөнім Қайрат Зәріпханұлы. Мен Бөрі Найман және Племя Волков атты шежіре кітаптардың авторымын. Найман шежіресінің танушысы, зерттеушісімін. Қазір Шыңғысхан жөнінде, Қазақстандағы монархиялық қозғалыс жөнінде және Кенесары ханның жаңағы өмірбаяны және қазіргі Кенесары ханның Мәскеудегі бас сүйегі жөнінде, ол неге табылмай жатыр осы жөнінде кітап жазу үстіндемін. Сол кітабымнан біраз үзінді мақала ретінде осыдан 1,5 ай бұрын мына ғаламторда ұлт порталы мен Абай KZ порталында жарық көрген еді. Осы мақалам біраз пікірталастар тудырды. Шыңғысханға тартыс болды. Кейбір азаматтардың моңғол деді, біреулер түрік деді, біреулер қазақ деді, біреулер жалайыр деді, біреу адай, біреулер үйсін деді. Сондықтан енді ол жерде таза ғана, тек қана шежіре деректері жөнінде айтылған, таза ғана жаңағы тарихи деректерге жаңағы сілтеме жасалған болатын. Және де атақты ғалымдардың зерттеулерінен, бұл менің ойымнан шығарып, адайлар сияқты, жалайырлар сияқты, үйсіндер сияқты ойдан шығарып, жалған шежірені айтып, Шыңғысханды өзіміздің шежіремізге кіргізіп, не болмаса өзіміздің найманыма тартқанда ештеңе болған жоқ. Алайда Шыңғысханның олардың ойлағанындай жалайыр болмай шыққанын, үйсін болмай шыққанына кейбір адамдар тіпті ғайбат сөздерді сыртымнан айтқандары болды. Сондықтан мен бұл жерде осы видео арқылы сіздерге сол мақаламды біраз тереңірек талдайын деп отырмын. Өйткені ол жердегі басты мәселені ешкім көптеген комментшілердің жазған пікірлеріне қарағанда түсінбеген сияқты. Бұл жерде мәселе Шыңғысханның өзінің құпия шежіресіндегі менің айтқандарым еді. Мен енді оны ат үсті жазғандай болдым, өйткені ол менің жазып жатқан кітабымнан алынды. Сондықтан мен көп нәрсені ол жерде кітабым жазып жатқандықтан көп нәрсені келтіргем жоқпын. Біраз құпия деректерді айтпаған едім. Енді бұл әңгімені Шыңғысханның құпия шежіресіне кіріспес бұрын алдымен мына Ергенекоң жөнінде айта кетейік. Ергенекоң дегеніміз сол тарихта қалыптасқан тұжырым бойынша мына Шыңғысханның руы қияттар Ергенекоңға кеткен Қиян мен Нүкіс деген екі азаматтың екі әйелді алып кетіп 400 жылдай, 450 жылдай сол Ергенекоң деген жерде өмір сүріп 400 жылдан кейін бір халық болып сол жерден шығып, кейін Қытай қабырғасына келіп, кейін дүниеге Шыңғысханды келіп, жарты әлемді жаулап алғандар ретінде айтылады. Бұл енді аңыз. Осы аңызға сүйеніп Шыңғысханның зерттеген тарихшылар ғасырлар бойы осыны айтып келеді, осыны ұстанып келе жатыр. Бұдан басқа ешкім еш нәрсе басқалай бір ақылға сыйымды тұжырымдардың айтқанын мен Шыңғысхан туралы көптеген материалдарды ғылыми зерттеулерді оқысам да, мен осыдан басқа еш нәрсені бір дұрыс пікірді оқығаным жоқ. Бұл жерде бірден айта кетейік, Қиян деген тарихи тұлға ешқандай болған жоқ. Ғұндардың Қиян тайпасы болған. Мына Мөде Таңырқұттың шешесі, ғұндардың Мөде Таңырқұттың шешесі, атақты патшасының шешесі, ғұндардың Қиян тайпасының Шемірсек деген батырының қызы еді. Яғни Қиян дегеніміз менің мақаламда айтылғандай тайпа болған, яғни Қиян деген адам жалғыз кеткен жоқ Ергенекоңға. Ергенекоңға бір үлкен тайпа кеткен. Көрдіңіз ба? Сол енді ана жерде ат үсті айтылғаннан кейін оқпаған шығар комментшілер. Екінші, мына кейбір әуесқой тарихшылар, дилетанттар деп айтайық, Қасен Қожахмет, Қайрат Закарияұлы сияқтылар мына Хуян дегенді атайды. 151 жылы
жаңағы Қытайларға соққы беріп шегініп кеткен ғұндардың қоян кінәзі деп атайды қытайлар. Соны баяғы қиян деп атайды. Ол ешқандай да қиян емес, ол тіпті қиян тайпасының адамы емес, ол лән тайпасының жаңағы лән тайпасынан шыққан Мөдетөңірқұттың шөбересі. Яғни ол анау Ергенеконға кеткен қиян емес, яғни ғұндардың қиян тайпасына ешқандай да қатысы жоқ. Көрдіңіз ба? Сондықтан жаңа қиян деген жаңағы Рашиденнің айтқан аңызы бойынша, соң Ергенекон жөнінде айтылған түркі заманынан, сол ғұндар заманынан айтылып келе жатқан Ергенекон дастаны бойынша жаңағы шежірені қолдан жасаушылар қиян деген адам болған деп, оны жаңа адайлар мысалы Айтқұл дегеннен таратып, Моғал деген Моңғол деген сияқты жаңа тек қана мына Әлкей Марғұланның бір сөзі бар, қиял фантазияға берілген адамдар ғана айтады осының бәрін. Міне ұқтыңыздар, қиян деген тайпа болған, сол қиян деген тайпа Ергенеконға кетіп қалған. Енді Ергенекон қайда? Көрдіңіз бе? Ергенеконды табуды ол бір өзінің маңызы бар. Мысалы, Моңғолдан келген тарихшы, қазақ қандас ағайынымыз, Зардыхан Қинаятұлы деген тарихшымыз, ол кісі мынау Алтай тауларынан іздеген екен, бұл жаңағы Ергенеконды таба алмаған. Әлкей Марғұлан Алтай тауларын ба деп айтқан. Алайда бұл Ергенекон Алтай тауларында жоқ. Ол Ергенеконды мен таптым. Ол Ергенекон басқа жерде. Оны қазір сол жердің Ергенекон екен, мен тарихи деректердің негізінде, лингвистикалық жаңағы зерттеулердің негізінде, жаңағы фольклорлық зерттеулердің негізінде мен соны тапқанымды айтып, Ергенеконның қай жерде екенін айтып беремін. Енді сол дастан жөнінде айтайық. Дастанда сол дастанды қара сөзбен айтқанда былай айтылады. Жаңағы енді қиян мен жаңағы нүкіз Ергенекон дастанында 9 дейді ғой жаңағы. Қиян жаңағы Елханның, ғұндардың Елханның ұлы дейді, 9 жиені дейді. Ал анау Рашиден болса нүкіз дейді. Міне, бұлай деп айтылады. Бұлар талай күндер, айлар, жылдар бойы сарылып жер іздейді. Ешбір жер ұнамайды. Түркілер ақыры айналасын аса биік көгілдір таулар қоршаған, сарқырап ағып жатқан аса өзендері бар жерге тап болады. Бұл үлкен дарияның бір жағы жеміс ағаштары. Яғни бұл жерде басты мәселе үлкен дария бар, жаңағы Ергенеконда. Жеміс ағаштары, жайқалып тұрған бау-бақша, екінші жағы шүйгін шөбінен түйе көрінбейтін кең жазира жайлау екен. Бұл жұмақ тектес жерді Ергенекон атапты дейді. Көрдіңіз бе, ол жерде жаңағы дария бар, үлкен дария, үлкен өзен бар. Ол жерде жаңағы айналасы жаңағы аса биік көгілдір таулармен қоршалған жер екен жаңағы. Және де ол жерде жаңағы бау-бақша өсіп тұрады. Көрдіңіз бе? Сондықтан ондай енді мына Алтай тауларында мысалы арасынан дария ағып жатқан ешқандай да жаңағы тау шатқалы, аңғар сөйтіп қоршалған жерлер жоқ. Енді мен тапқан жердің сипаты, қазіргі сипаты былай. Бұл жерде басты өзені бір дария бар. Бау-бақша жүзім өседі. 5 жоталармен қоршалған, қақпасы шөлге қарайды. Яғни бұл жер жаңағы анау Ергенекон дастанындағы сипат міне дәлме-дәл келіп тұр. Бұл жерде дария бар өзені, бау-бақша жүзім өседі, және де 5 жоталармен қоршалған деп айтылып тұр. Аңғар, яғни қазан шұңқыр екені айтылып тұр да, жаңағы қақпасы шөлге қарайды. Қақпасы бар. Ол Ергенеконның қақпасы жөнінде Әлкей Марғұлан атамызда айтқан. Енді мынау Қалмық және Волгоград облысының шекарасында Ергени деген қыр бар. Оның бір жағы Рашиден айтқандай тікбеткейлі Құзғырат, екінші жағы Көлбе, ол ұзыннан жатқан қыр. Ол Ергенекон емес. Ол Ергени деген жай қалмақтарша биік деген сөзді атаған болу керек. Қалмақтар атап кеткен Ергени деген жер бар, ол Ергенекон емес. Енді Ергенеконды қай жерде екенін айтпас бұрын мына кітап жөнінде айтып кетейік.
Бұл Менда Белу деген қытайлардың жазған кітаптары. Сол Шыңғыс ханның заманында. Бұның қазақшасы Моңғол татарлар жөніндегі толық сипат дейді. Бұл кітапты жазған Қытайдың елшісі Джао Хун. Алайда Қасен Қожақат пен Қайрат Закарияұлы бұны жазған Мен Хун дейді. Ол кісілер қателеседі. Олардың қолында мына кітаптың жоқ екені білініп тұр. Бұлар анадан естіп, мынадан естіп жаза салған болулары керек. Көрдіңіз бе? Бұлар Шыңғыс ханның тарихын жазып жүрген адамдар. Мынандай Моңғол татарлар жөніндегі сипат деген кітаптың кімнің жазғанын білмейді. Бұл кітапта түгел бастан аяқ сипат. Бұлар қайдан келді, қай жақтан келді, қай кезде келді, қай заманда келді. Бұлардың тіпті өмір баяны, өздерінің салттары, дәстүрлері, тіпті аттарына қандай жем беретіні дейін, аттарын қалай баптайды, қай кезде олы өсіреді, неше жаста мінеді, соған дейін бәрі. Олардың әдет құрып салт, өлім жітімде қайтеді жаңағы, қалай бұлар не істейді, соның бәрі бұл жерде айтылған. Сондықтан бұл Моңғол татарлар жөніндегі толық сипат дейді. Көптеген зерттеушілер бұған сілтеме жасамайды, өйткені олар бұл кітапты білмейді. Көрдіңіз бе? Мен ғалымдарды білем, бұл кітап жөнінде білмейтін. Ол ғалымдарға мен жаңағы осы кітапта деректер электронды пошта арқылы жібергенім де бар, жаңағы тіл мамандарына, жаңағы филология ғылымының жаңағы ғалымдарына жаңағы осыны деректер жіберген бар. Бұл жерде көптеген тайпалар жөнінде комментарийлерінің өзі бірталай тарихты осы жерде айтады. Жаңағы осы кітапқа комментарийлерді түсініктемелер жазылған ғой. Міне осы кітапта жаңағы айтқандай Қытайдың елшісі Джао Хун Пекинде наместник болып отырған Мұқалыны кездестірді, ол кісімен сөйлеседі. Сол моңғолдардың сол жердегі әскерін бәрін зерттейді, әңгімелеседі, бәрінен сұрастырады. Ол жөнінде мен кітабымда айтқан, олар өздерінің моңғол ма, моңғол емес екенін білмейді дегенде де айтылған. Енді біздің мәселе ол моңғолда шаруамыз жоқ, моңғолда айтып кеткенбіз ол мақалада. Енді мына жерде мысалы Ергенекоңды қалай таптық? Мына жерде ең басында Джао Хун осылар жөнінде айтқанда, бұларды татары деп айтады. Өйткені татар дегенде бұл мынау жаңағы Шыңғыс ханның қырып тастаған татарлар емес, сол татарларға қатысты мына Ұлы Қытай қабырғасының ар жағында түгелдей көшпенді түрік тайпаларын татар деп атаған қытайлар. Оны ғалымдар біледі, ана мақаламда айтылған. Яғни бұлар жерде татар деген сөзін біз көшпенді түрік тайпалар деп ұғуымыз керек. Бұларды ақ татар, қара татар деп екіге бөлген. Ақ татар дегендеріміз жаңағы оңғыттар болған уақтардың аталары қазақтағы. Қара татар деп жаңағы қоңыраттар, қияттар, жалайырлар, яғни Шыңғыс ханның айналасындағы түркілерді айтқан. Ал енді орман халықтарын Тибет, Туңгус, қазіргі моңғолдардың аталарын бұлар жабайы татарлар деп айтаған. Бұл жабайы татарлардың әдет ғұрпы, мінез құлқы, жаңағы діні біз түркі татарларынан, түркі көшпенділердің мүлде бөлек, яғни бұлар мүлде бөлек халық, тілдері де бөлек түркі тілінен. Сондықтан оларды жабайы татар деген, бұлардың тіпті садақтарының жаңағы жебелерінің ұштары темір емес, жаңағы сүйектен жасалған болған дейді. Яғни жабайы сол орманда жүрген, тау таста жүрген, жаңағы басқа тілде сөйлейтін, кидан тілдес, жаңағы манчжур тілдес халықтар болған олар. Міне осы жаңағы көшпенді түрік тайпаларын татар деп атағандар Джао Хун былай деп айтады. Нынешние татары происходят из особого рода шато. Поэтому о них ничего не было известно в ряде нескольких поколений дейді. Көрдіңіз, мына жерде бұл осы сөз неге келіп тұр? Анау қияндардың Ергенекоңға кетіп, 400 жыл олардың ешкімнің көзіне көрінбей сонда өмір сүріп, қайтып келгенін бұл міне айтып тұр. Бірақ басқаша айтып тұр, шато деп. Енді осыны қарайық. Шатоның түсініктемесінде, шато деген сөздің түсініктемесінде былай деп атады. Шато – это конфедерация западных тюрков, пришедших со стороны Ферганской долины и к X веку завоевавших Северный Китай дейді. Көрдіңіз бе, бұлар Ферғана алқабынан келген батыс түрік тайпалар бірлестік екенін айтып отыр. 10 ғасырда бұлар жаңағы сол таң патшалығы кезінде болу керек, жаңағы солтүстік Қытайдың жерлеріне еніп алған. Сол жаңағы Шыңғыс хан жүрген, сол жаңағы Бұрқан Халдун таулары, Керөлен өзендерінің жаңағы үш өзен дейді ғой, үш өзеннің маңында жүргендерді айтып отыр. Енді бұл жердегі Ферғана алқабы дегеніміз, Ферганский долинамыз дегеніміз міне осы Ергенекоң. Бұл Ферғана жаңағы алқабының
сипаты жаңағы дәл мына Ергенекоңдағы айтқан дастанда айтылады. Яғни ол жерде бау-бақша жүзім өседі, ол жерде жаңағы жұмақ дәурен өткізуге болады, ол жерде жаңағы қазіргі кезде жылына астықты 3 уақыт алады, 3 алады астықты, жаңағы көкөніс өнімдерін. Бұл жерде жаңағы үлкен дария, Сырдария өзені ағып жатыр. Таудың жаңағы тасқын сулары бар мында айтылғандай. Және де бұл 5 көгілдір биік тау сияқты жоталармен жаңағы қоршалған Ферғана алқабы и Мырзашөлге шығатын жаңағы қақпасы бар. Бұл Ферғана, бұл тек қана менің жаңағы нем емес, жаңағы өзімнің қиял фантазия емес. Ферғана дегеніміздің түркі замандағы атауы Ерғана болған, Ергене болған. Ол Ергене деп аталуы, өйткені бұл соғды тәжік тілінде бұл Ферғана ерте замандарда Ерғана деп аталған. Ерғана дегеніміз соғды тәжік тілінде тау шатқалындағы аңғар дегенді білдіреді. Яғни Ферғана алқабы дегеніміз ол тау шатқалындағы аңғар, қазан шұңқыр. Көрдіңіз бе, қазір ол жерде 5 қала орналасқан. Яғни бұл бірталай үлкен аңғар. Ол жерге бір 10 шақты тайпа сиіп кететіндей жер болған. Сондықтан ол жерден ана Ергенекоң дастанда айтқандай бір үлкен халық шықты дегені өте дұрыс. Мына Әлкей Марғұлан ағамыздың зерттеулерінде ол Ергенекоңға мына Күнбатыс теңізінен келгендер де болған. Яғни бұлардың арасында адайлардың да болуы ықтимал. Көрдіңіз бе? Міне, құрметті ағайын, Ергенекоң табылды. Асанғайғы атамыз атанға жүгіртіп 6 жыл іздеген жер үйығы, жердің нағыз жұмағы. Міне, ол кісі таба алмай кеткен Ергенекоңды мен осы тарихи зерттеулердің негізінде, Шыңғысханның тарихының зерттеуі негізінде осы жерден тауып отырмын. Бұның Ергенекоң екеніне ешқандай да күмән жоқ. Өйткені бұл жердің ескі атауы Ергене болған. Бұл жерде Ярғана жаңа тәжікше ғой. Ярғана деген жаңағы жер атауы да, қоң дегеніміз қоныс деген сөз. Яғни Ергене, Ярғана қонысы, сол жаңа қиян тайпасының кетіп қалған жері. Енді бұған осының шешіміне біраз жақынырақ болған ғалымдардың ішінде марқұм болып кеткен Адайдың бір мықты тарихшысы, жұлдызға қарап сөйлейтін адам болған дейді. Серікбол Қондыбайұлы еді. Ол кісі Ергенекоң дегенді арғы ана қонысы деп айтқан. Бізде түрікше ергі дегеніміз арғы көне, ене дегеніміз ана, сонда арғы ана қонысы дейді. Бұл дұрыс айтқан. Яғни мына Рашиденнің Ергенекоң дегеніміздің тік беткейлі қырат дегені ол дұрыс аударылмаған, дұрыс түсінбеген деп санауымыз керек. Өйткені бұл міне жаңағы Ярғана деген атауына қарағанда бұл Ергенекоң дегеніміз Ергене деген қоныс екені білініп тұр. Алайда Серікбол Қондыбайұлы дүниеден ерте кеткендігінен бұл Ергенекоңның қай жерде екенін таба алмаған, айта алмаған. Зардыхан Қинаятұлы да таба алмаған. Енді Асанғайғының өзі көреген болған, таба алмағанды. Бұл Зардыхан Қинаятұлы жаңағы Шыңғысханды моңғол жошыны меркіттеп жүрген, жаңа адасып жүрген адам қайдан тапсын ол Алтай тауларынан? Көрдіңіз бе? Міне, енді келесі әңгімеміз осы Ергенекоңнан шыққандар жөнінде болады. Бұл сол жаңа Қытай қабырғасының керелең жақтарда жүргенде, Қытай деректерінде бұларды арасындағы, бұлар Телес бірлестігінде жүрген, бұларды сол Телес бірлестігінің арасында Сыр, Енда, Қоңыра және Ғұн деген тайпалар бірлестіктердің атауы аталады. Бұл жерде Сыр Енда деген, бұл Сыр деген тайпа болған. Бұл Енда деген тайпаны жаулап алып өздеріне қосып алып Сыр Енда деп аталған. Мен ойлаймын, бұл Сыр дегендеріміз сол Сырдарияға Ергенекоңда қатысты атау аталған тайпа болу керек. Қоңыра дегеніміз Қоңырат, Хонкират, жаңағы Қытай деректерінде Хунгират деп айтады, Қоңқырат деп айтады. Ғұн дегендеріміз жаңағы Ғұн. Ал енді Телестер, жаңағы Телес бірлестігі, Телестер не Ғұндардың ұрпағы екендері тарихта дәлелденіп айтылған. Енді бұлар бұл жаққа қайдан келді? Қоңқырат деп менің мақаламда айтқаны, Ергенекоң қыратынан шыққандардың бәрін Қоңқырат деп айтқан. Бұл Қоңқырат ұлыс болған. Қазір Қоңқырат ұлыс ретінде Қарақалпақтың ішінде сақталып қалған. Ол жерде Қарақалпақтар екі ұлыс болып бөлінеді, Қыпшақ және Қоңырат ұлысы дейді. Сол Қоңырат ұлысында қазір Қият деген тайпаның атауы бар. Яғни Қоңыраттың ұлыс екенін
ұлыс болғанын мына шежіре дерегі өзі бізге хабар беріп тұр. Көрдіңіз ба? Сондықтан ол заманда Қоңырат тайпа болмаған, ұлыс болған. Сондықтан Қытай деректерінде мына Юаншиде, яғни Юан тайпа, Юан әулетінің тарихында Жалайыр Мұқалының өмірбаяны айтылған кезде Жалайыр Мұқалаға Қоңыраттардың 10 тайпасы қол астына берілді дейді. Яғни Қоңыраттардың 10 тайпасы деген бұл Қоңырат дегендердің бір ұлыс екенін айтып тұр. Соның ішіндегі 10 тайпа айтылып тұр. Егер бұл тайпа болса, сол заманда онда Қоңырат тайпасының ішіндегі 10 ру деп айталар еді. Жоқ, бұл жерде Қоңыраттардың 10 тайпасы дейді. Яғни Қоңырат дегеніміз сол Ергене Қоңырдан шыққан бір ұлыс болған. Ондай мысал тарихта кездеседі. Мысалы Үйсін дегендер кезінде бір тайпа бірлестігі, Үйсін деген ұлыс болған. Ал қазіргі таңда Үйсіндерден бар қалғаны Сары Үйсіндер ғана, Ақтөбелінде ғана бір ру. Сонса мына Тобықтыда Құлық дегендер бар, олар да кірмелер, жаңа бұлардың түбі Сары Үйсін, яғни кешегі үлкен Үйсін деген тайпалар бірлестігінен қазір Сары Үйсін деген ру ғана ұлы жүздің, тайпа ғана ұлы жүздің құрамында қалған. Сол сияқты Қоңқыраттар да, Қоңқырат ұлысы да қазіргі таңда орта жүздегі Қоңырат тайпасы болып қалған. Алайда ана Қарақалпақтың шежіресінде ол ұлыс атауы, шежіре бізге кәдімгідей айтып тұр, Қоңыраттың ұлыс болған. Қоңырат ұлысынан қият дейді. Енді міне ұқтыңыздар Қоңыраттың не екенін. Сондықтан кейбіреулер Қоңырат болып кеткенін өздерінше Қоңырат екен деп, ол Қоңырат деген ол жалпы атау. Көрдіңіздер ме? Енді келесі мынау жаңағы тақырыбымыз Шыңғыс хан қият емес деген тақырып болып тұр. Сондықтан құпия шежіреге келейік. Құпия шежіренің басында Бөрте Шене мен Қауамаралдан Баташхан туды деп Тілеуберді Абанай жазады. Баташхан деп, Кров дегенде хан деп айтады, хан емес. Баяғы олар хан дегенді білмеген дейді. Бұл Тілеуберді қателеседі, хан дегенді олар білген. Өйткені Елханның ұлы кетіп қалған болса, анау Ергене Қоңға мысалы. Елхан түрік заманында болар, түрік қағанаттарына дейін өмір сүргендер болса, түрік қағанатын бастарынан кешкен бұлар шыққаннан кейін, яғни хан дегенді білген. Бұл Тілеуберді дұрыс аудармаған. Бұл Баташхан дегеніміз, түрк нұсқаның көшірмесінде Батсаккаан деп тұр. Гаан деген сөзіміздің бұл қаған екені білініп тұр. Бұл жерде Батсаккаан, Баташхан дегеніміз батыс хан дегенді білдіреді. Жаңа Бөрте Шина мен Алан Қауағанадан туған. Олар енді мифологиялық тұлғалар ғой, жаңа біздің киетегі. Бөрте Шене деген түріктердің киетегі, Қалан Ауа дегеніміз Марал, ол жаңа Алтай түріктердің киетегі де. Ал енді одан туған Баташхан, Батсаккаан дегеніміз ол жаңа батыс хан дегенді білдіріп тұр. Өйткені бұлардың есінде тек қана сол батыс қағанаты қалған болу керек. Өйткені бұл Ергене Қоңнан шыққандықтар дастан айту бойынша түрік қағанатын құрады. Түрік қағанатын Ашинаның ұрпағы құрады. Ашина дегеніміз Қасқаранадан туған бала деп саналады мифология. Яғни біздің көк түріктердің аталары Ашина, біздің жаңағы бабаларымыз жаңағы Қасқаранадан кеп туған деп саналады. Сондықтан бізді көкбөрілер деп айтатыны, қазақ халқын көкбөрілер деп айтатыны осыдан болған. Сол мына Әлкей Марғұлан атамыз Бөрте Шене дегенді Ашина деп айтады. Ол дұрыс, өйткені яғни түріктен тараған дегеннің өзі шежіренің басы айтып тұр. Сонымен қатар олардың баласы батыс хан болыпты, батыс қаған. Яғни батыс түрік қағанатының қағанын айтып тұр. Батыс түрік қағанатының қағаны қазіргі зерттеулер Төремен деп айтылады. Сол Төременге қатысты мына Төре деген атау шығуы мүмкін. Олар зерттелетін мәселе. Енді неге бұл батыс қағанға қатысты айтылып тұр? Өйткені батыс қағанатында, сол қанатында жаңа тұғылықтар мен тұғылық дегендер болған. Тұғылықтарымыз мына дулаттар мен Үйсіндер. Ал оң қанатында оң Шадыпыт деген болған. Оң Шадыпыт дегеніміз жаңа шато болса керек. Бұл оң Шадыпыттарды жаңа Қытайлар конфедерация западных тюрков дегені осыдан болған болса керек. Сондықтан да енді мына шежіреде жаңа бұлардың ең алғашқы аталары ана мифологиялық киетектерден туғанның аты батыс қаған болып тұр. Батыс қағаннан тараған ұрпақ дегенді білдіреді. Енді ол батыс қағаннан бастап жаңағы Домбауыл Мерген мен Шаба Соқырға дейін ағасы таратылады. Домбауыл Мергеннен Белгімтай мен Бөгентай деген екі ұл туады.
содан домба болмеген үйіне маралдың бұғының етін айырбастап бір баласын асырай алмай отырған біреудің баласын алып келді. Ол бала ер жеткен кезде домба болмеген дүниеден өтеді. Сол кезде домба болмеген жесір аланана тұл отырып жесір күйінде айналасында ешбір еркек кіндігі жоқ. Өзінің екі ұлынан басқа жаңағы асырап алған жаңағы Тілеуберді айтпақшы байұлының жігітінен басқа, оны Қайрат Закарьянов мәлік дейді. Мәлік дейді, сол байұлының мәлігінен басқа ешбір еркек кіндігі жоқ. Енді ол өз балаларынан тапқан жоқ қой жаңағы. Кейін бірінен кейін бір үш ұлды. Яғни бұл кісі тұл отырып жесір күйінде бұғы қатаға бұқат салжы және боданжар деген үш ұлды табады. Соны тапқаннан кейін жаңа балалары бұған наразы болып, сен мына байұлы мәлікпен жаңағы жыныстық қатынасқа жасап жүрсің деп, бұл үш баланы өлтіреміз деген кезде дау шығады араларында. Сонда шешесі алдай салады, балаларына айтады: маған түнделетіп көк бөрінің нұры ретінде бөрі жігіт келіп жүрген, көк тәңірінің бөрісі. Сол бөрі жігіттен мен жүкті болып осы балаларды таптым, бұлар түбінде хан болады деп жаңа балаларын жай ғана алдай салған. Шын мәнінде бұл үш ұлды жаңағы байұлының мәлігінен таққан алананамыз. Ал енді анау нұрдан жаралды деп шежіреде жаздыртқан ол Шыңғыс ханның өзінің өсиеті болуы да мүмкін. Өйткені сол замандарда мына хандар әулетінің жаңағы тылсым күштерден жарататын үрдіс болған. Мысалы, Найманның Білге Қаған ханын жаратқанда, ол туралы жаңа аңыздар айтылғанда, бұл Білге Қағанның бір киелі ағаштан жаралғанын айтады. Яғни бір тылсым күштерден, көк тәңірінен болсын жарату, мынау жаңа қасиетті әулетті осылай жарату үрдісі болған. Ол жалғыз түрік халықтары, басқа халықтарда болған. Мысалы, орыстардың династиясын жаңа патша династиясы помазанники божий дейді. Яғни құдайдың жаңағы маңдайларына саусақтарымен сызық қойған, бұлардың жаңағы патша әулеті болу үшін деген сияқты. Сондықтан бұлардың бәрі ақсүйек әулеттер, аристократиялық әулеттер, бәрін арғы тектерінде бір тылсым күштерден жаратады. Бұл сол сияқты мәселе ғана. Ешқандай да нұрдан жаралу деген жоқ, ешқандай да боданжар нұрдан жаралған жоқ. Шыңғыс ханның әулеті, жаңа боданжар әулеті ешқандай да нұрдан жаралған жоқ. Бұл миф. Бұл жерде сондықтан да мына шежіреде жаңағы Шыңғыс ханның өзі мүмкін өсиеті бойынша нақты тегі байұлының мәлігі айтылып кеткен бұл жерде. Бұл жасырын мағына дейді, шежіре танушылар біледі бұны. Қойшығар ағамыз Далауыз тарихының дерек беруіндегі шежірелік тәсіл деп айтады бұны. Ол жөнінде мысалы Найманда ел ата деген ата болған. Ол тек қана жаңағы миф, ол аңыз, әдейі шығарма. Ол мен кітабым, Бөрі Найман кітабында айтылған. Бұл тек қана шығарма. Бұл шығарманы Жиренше шешен шығарған Найман шал жөнінде. Сол жаңағы ел тай дегеннің Найман шал өлгенде оның баласын бауырына басып Белгібайды ел ата атанады. Ел атанып жүрген ол негізі бүкіл Найманның жаңағы биологиялық атасы дегенді білдіріп тұр. Өйткені ел ата дегеніміз, ел атаның түбі қият. Ол жөнінде қазір айтамыз. Сондықтан мына қазіргі Наймандардың аты қалғанда заты өзгеріп кеткен. Яғни Шыңғыс ханның қияттары қазір Найманның ішінде, Тоғызтаңбал Найманның ішінде жүр. Оған қазір біраздан кейін айтамыз о жөнінде. Енді мына байауыттар жөнінде айтып кетейік. Жаңа байұлыны негізі байырқу дейді. Байырқулар мына батыс түрік қағанаты кезінде, шығыс түрік қағанаты кезінде байауыт аталған. Яғни мыналар батыс түрік қағанатынан таратып тұрса, жаңағы домба болмергенге дейін өздерін мына байауыт байұлы байауыттарың бұл шығыс түрік қағанатына қатысты айтылған. Яғни Бумын қағаннан қалып келе жатқан ұрпақ болуы мүмкін мынау. Сондықтан да ана Шыңғыс ханның ұрпағы Әлихан Бөкейхан Қытай төрешілерінің айтуынша былай деп айтқан: мен Мөде Тәңірқұттың 77-ші ұрпағымын, керек десеңіздер мен 99-ші атама дейін айтып беремін деген екен. Көрдіңіз бе, бұл өзінің тегін жақсы білген адам болу керек. Бәлкім осы кісі Бумын қағанға қатысы бар екенін ата-бабаларын Әлихан Бөкейхан білген болу керек. Енді бұл Шыңғыс ханның бір жай ғана құмалағы ғана, шынын айтқанда. Ал Шыңғыс хан хандардың ханы, ұлылардың ұлысы болғандығынан бұл кісі
өзінің жаңа 9-шы бабасы Боданжардың кімнен туғанын біліп, туғанын қойып, 99-шы бабасына дейін білді дегенге менің ешқандай күмәнім жоқ. Сондықтан шежіре дерегінде өзінің өсиеті бойынша сол жаңа Байұлы туралы айтылып кеткен. Сол Байұлы дегендеріміз Баяуыттар, Байырқу болып жүрген, жаңа шығыс түрік қағанаты жерінде Баяуыт аталған. Баяуыттың ішінде Жадай және Кехерин Баяуыт деп екіге бөлінген бұлар. Жадай дегеніміз адай болуы ықтимал таңбасына қарағанда. Енді Баяуыттардың жаңағы Градеков, Тынышбаев, Сәрсен Аманжолов және Арғынбаевтардың дерегінде Баяуыттардың 3 таңбасы болған. Олар біріншісі Қыпшақ таңбасы, екіншісі Бағаналылардың жаңа Баған таңбасы, үшіншісі Адайлардың қазіргі басты Жебе таңбасы. Енді Қыпшақ таңбасы болатыны бұлар кезінде Баяуыттар Елбөрі Қыпшақ деп атанып жүрген. Сол кезде Қыпшақ таңбасына Бағаналының таңбасын алғаны, мына Боданжардың ағасы Салжыдан кейін Салжиут деген жаңағы тайпа обақ құралған. Осы Салжиуттың тайпасы Бағаналының тайпасы болған. Өйткені Бағаналының түбінің жаңа қият екені ол тарихи деректерде Салжиуттан Бағаналының бөлініп шыққан жөнінде тарихта айтылған мәселе. Яғни Наймандағы Бағаналының түбі ол да қият. Көрдіңіз бе? Сол жаңа Салжиуттың тайпасын Бағаналы мына Баяуыттар да алып жүру мүмкін. Енді Адайдың Жебе таңбасы, ол енді Адайға қатысы бұл Баяуыттардың болуы мүмкін. Көрдіңіз бе? Енді осы Баяуыттар жөнінде шежіреде былай деп айтылады. Бұлар жаңағы Сорқан Баяуыт, жаңағы Шыңғысханды аман алып қалған, тайжуиттардан қашып жүрген кезінде қамыстың арасында жасырынған, оны ұстап бермеген, кейін оны өзінің үйінде жасырып, жүннің арасында жасырып құтқарып жіберген. Сондықтан Шыңғысхан бұларды Сорқанды өзінің өкіл әкесі қылған. Ал анау Баяуыттарға 9 күнәсі кешіретін болғандай жарлық шығарған, және де өзінің ұрпақтарын өзінің кіндігінен тараған қыздарға, Баяуыттарға қыз алуға өзінің рұқсатын берген бұл Баяуыттарға. Бұл жерде басты мәселе бұл осындай өзін аман алып қалған үшін құрметтегенінде емес. Бұл жердегі басты мәселе Шыңғысханның барар жер басар тауы қалмаған кезде өздерінің Баяуыттарына барып жасырынғаны, және Баяуыттар бұның жаңағы кеудесінен итермей өзіміздің бауырымыз деп Тайжуиттан аман алып қалғандарында. Міне Шыңғысхан қият емес деп отырғанымыздың түбі осы. Біз нұрдан жаралдық деп айтпаймыз. Төрелер Домбауылдың, Боданжардың әкесі Домбауыл деп айтады. Егер Домбауылдан тарап тұрса, онда ол басты қатыратын ештеңе жоқ. Бұл Шыңғысханымыз Наймандағы теріс таңбалы. Өйткені теріс таңбалының атауы Домбауыл болған. Бұлар Найманға келіп қосылғанда Домбауыл деген атақпен келіп қосылған. Бұл Домбауыл мергеннің ұрпақтары, содан тараған Белгінтай мен Бөгентайдың ұрпақтары да болуы мүмкін. Яғни бұл Домбауылдар келеді да таңбасыз келеді бізге. Бұлар таңбаларын қайда тастап кетті. Яғни ол мүмкін тарақ таңбасы Домбауылдар да болуы мүмкін. Жоқ, таңбалары ана жақта қалып қалады да, бұлар жаңа Найманға келіп небір жағдайлармен қосылады. Сондықтан Наймандардың жаңағы басы төмен қарап тұрған шөміш таңбасын басын жоғары қаратады да теріс таңбалы атанады. Теріс таңбаладан Шыңғысханның бір мықты нояндарының бірі Израильдің ханы атанған, Кетбұқан оян шыққан. Енді мына Наймандар жөнінде айта кетейік. 8 оғыздан Наймандардың бұрынғы аталары 8 оғыздар болған тарихшылар біледі. Енді сол кездегі Қытай деректерінде 8 оғыздар тайпалардың атаулары мынандай болған. Бұлашық, Едер, Сұба, Нағар, Оғыз, Үйрегір, Ядыр, Қырғыт, Қыбыт. Бұл Қыбыт деген 9-шы тайпа бұларға қосылған. Бұларды Қытайлар Қыбытию деп атайды. Міне көрдіңіздер ме? Бұл жердегі қазіргі Көкжарлы, Бура, Саржомақ, Балталы, Бағаналы, теріс таңбалы Шүршейт, Қаракерей, Дөтур, Садыр, Матай деп аталып тұр. Мыналар мүлде басқа тайпалар. Бұның себебі мына Шыңғысханның жаңағы Домбауыл мергенге дейінгі тайпалары қияттардың жаңағы қият дегендеріміз, Шыңғысхан қият емес, қият дегендеріміз Найманға кіріп жаңағы мына тайпаларды жұтып кеткенде, қазіргі біздің Наймандардың түбі қият. Соның үшін Ергенекті Найман жөнінде Сәрсен Аманжол, Әлкей Марғұлан атамызды айтып кеткен, Серікбол Қондыбайды айтқан, Ергенекті дегеннің Ергенек таңбасын жаңағы, және де Қоңыраттың Босаға таңбасын Әлкей Марғұлан
Ергенек оңының қақпасы деп айтқан. Ергенекті Найман жөнінде мен өз Ергенекті Найманда боламын. Ергенекті Наймандағы Көкжол Барақ батырдың қара шаңырағындағы төте ұрпағы боламын. Міне осы Ергенекті Найман дегенімізді Әлкей Марғұлан это анаймановшиеся инородные племена деп айтқан. Енді кеңес дәуірінде Шыңғысхан жауыз болып жүргенде Наймандар өкпе болмасын деп бұлардың түбінің моңғол екенін айтпаған болуы керек. Алайда жаңағы менің өзім кітабымда да Ергенектінің Ергенек қоңынан шыққан айтылған. Мына Қондыбайұлы болса Ергенекті дегеніміз сол Ерге ене деген жерден келіп Наймандарға қосылған Шыңғысханның қияттарының бірі дегенді айтқан. Яғни Ергенек деген сөзді ол кісі талдап тұрып айтып берген. Оның жерде қайталап жатпайық. Яғни Ергенекті Найман деген оның ішінде Бағаналы, Балталы да жатады. Енді Найманның шежіресіне келетін болсақ, Найманның ұлы Белгібай дейді. Сол Белгібайдан бүкіл Найман, Ел-ата екеуінен бүкіл Найман тарайды. Ал енді Белгібай дегеніміз бұл Домбауылдың ұлы Белгімтай болса керек. Өйткені Қытай деректерінде Белгімтайдан Белгінұт, Домбауыл мергеннің ұлы Белгімтайдан Белгінұт обағы тарайды. Бөгентайдан Бүгінұт обағы тарайды. Ол мына кітапта, Бендабелу кітабында ол тайпалар жөнінде айтылған. Ол тайпалар қазір еш жерде аталмайды. Яғни бұл жердегі Найманның басындағы тұрған Белгібай дегеніміз бұл Белгімтай, яғни Белгінұт тайпасы, яғни Белгінұттар, Домбауылдар, жаңағы Ергенектілер Наймандарға кіреді де, ана бұрынғы мына Бұлашық, Едер, Сұба, Нағар, Оғыз, Үйрегір, Ядыр, Қырғыт, Қыбыт үйларды жұтып, өздерінің атауларымен жаңағы Найманның ішінен шыға келеді. Яғни қазіргі Найманның түбі қият, аты қалғанда заты өзгеріп кеткен. Бұл жерде тек қана Сұба дегеніміз Сыбан болу керек. Сыбан дегеніміз онда яғни таза Наймандар. Енді бұлардың ішіндегі таза Наймандарды мен қазір жазып жатырмын. Сондықтан оның бәрін бұл жерде айтып жатпайық, өйткені тақырыбымызға біздің қатысы жоқ. Бұл жердегі айтайын дегеніміз басты мәселе жаңағы қазіргі Наймандар, мына қазіргі моңғолдар сияқты атауларын сақтап қалғанда заттары өзгеріп кеткен. Яғни қазіргі моңғолдардың да аты, Қойшығар ағамыз айтқандай, аты қалғанда заты өзгерген. Ал енді сондықтан бұлар бөтен мүлде жаңағы жабайы татарлар болғандықтан, Қытайлардың айтқандарын жабайы халық болғандықтан, бұлар енді мына жалайырлар сияқты жаңағы Шыңғысхан біздікі деген жаңағы далбаса әңгімені көтеріп жүрген жайлары бар. Көрдіңіздер ме? Шыңғысханға жалғыз қазақ ішінде талас емес, моңғолдардың өзі таласып отыр. Ал енді мына шежіре деректерінен қарасақ та жаңағы Бөрте шинеміз Ашина болса, анау Қауамаралымыз Алтай түріктерінің киетегі болса, оның ұлдары Батас қаған болса, Баташ қаған болса, Батыс қаған болса, бұлардың түбі таза түрік екенін біліп тұр. Ал енді мына Баяуыттан тараған болса, Ару-Урық деп атайды шежірешілер. Мына Боданжардан бастаған әулетті Ару-Урық дегеніміз жаңағы таза түрік дегенді біледі. Бұл Баяуыт дегеніміз шығыс түрік қағанатынан келе жатқан тайпа, яғни Бумын қағанның жаңағы бәлкім жаңағы ұрпақтарының бірі болуы мүмкін. Ал енді моңғолдарда Баят деген тайпа бар. Ол осы мына Баяуыттардың соларға сіңіп қалып қалғандары. Сондықтан олар Баяуыттан тарап тұрса, бұл бәрібір де біздің моңғол деп айту мүмкін. Жоқ, олай емес. Бұлар қалмақтармен ассимиляцияға еніп, кейін жаңағы Баят болып жаңағы моңғолдардың арасында қалып қалған. Енді Баяттардың таңбасы жаңағы моңғолдардағы мынандай жаңағы F әрпіне ұқсайтын таңба. Бұл таңбаны кейбір шежірешілер бұлар да бір төрелердің бір таңбасы дегенді айтады. Яғни бұл Баяттардың, Баяуыттардың төрелерге қатысы бар екені бұл жерде айтылып тұр. Міне, құрметті ағайын, осымен біз жаңағы осы әңгімемізде Ергенек қоңының қайда екенін білдік, таптық. Бұл үлкен жаңалық. Екінші жаңағы Шыңғысханның қият емес екенін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Және де үшінші жаңағы қияттардың Наймандарға келіп сіңіп кеткенін міне шежіре деректері негізінде, Қытайдың тарихи деректерін, сол Қытайлардың жылнамаларын негізінде мен сіздерге айтып бердім. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.